Енді Болливуд жұлдыздары қара жорғаға белей алады. Құрылғанына 30 жыл толып отырған Астанадағы үнді мәдениеті орталығында осындай тың дүние пайда болған. Қазақстандағы Үндістан елшілігі жанынан ашылып, ширек ғасырдан астам уақыт жұмыс істеп тұрған орталықтағы қызықтарды тілшіміз Ердана Ержанұлы біліп қайтты. Сюжетке зер салайық. Бұл Свами Вивекананда атындағы үнді мәдениет орталығының би мұғалімі Видягаурі Хемантаткар. Қазақтың қара жорғасына үндіше мың бұралып билеп жүр. Әннің әуезі мен ырғағына қызыққан хореограф өз ұлтының классикалық биіне қазақша би қимылдарын қосқан. Бірде қара жорғаны ерттеп мінсе, енді бірде көк майсаға отыра қалып гүл төреді. Мың бояулы үнді мәдениетінен де сыр шертетін әрекеттерді байқауға болады. Мұндай ерекше қадамға қазақтың қазыналы төл өнері мен халықтың ыстық ықыласы себеп болған дейді. Өнерде экспериментке барған кезде үлкен ізденіс жасау қажет. Мысалы, қара жорғаны зерттегенде жергілікті халық осы биді қалай жақсы көретінін, ән сөзінің мағынасын, қимылдың тарихын сұрастырдым. Биге қатысты көптеген видеолар көрдім. Қазақ бишілерінен біраз дүние үйрендім. Қимыл әрекетте ұқсас жерлерді табуға тырыстым. Сосын өз мәдениетіммен байланыстырып, бір айдың ішінде үндіше қара жорға дүниеге келді. Жай ғана үнді биі бір қарағанда қиын болып көрінуі мүмкін. Бірақ сахна иесінің төл мәдениетімен өрнектелсе, көпшіліктің жүрегіне жол табатынына сенімдімін. Бұл Видягаурі репертуарындағы жалғыз қазақ би емес. Жақында шәкіртімен бірге шашу биіне үндіше интерпретация жасаған. 1934 жылы Қыз жібек операсында алғаш орындалған биді үнді қимылдарымен тамашалау, үйлесіммен үндесуін қызықтау көрермен болып тұрған бізді де таңғалдырды. Үнді мәдениет орталығында бізді аң-таң еткен жалғыз бұл емес. Бұл жақтың йога сабақтарында 73 жастағы Мушида Ғариф қызынан асатын адам жоқ көрінеді. Осында 6 жылдан бері дене шынықтырып жүрген әжей акробатикалық қимылдарымен жастарды да көріп кететініне көзіміз жетті. Денім сау болсын деген ой осы жерде йогамен айналысуға мотивация береді. Таңертең 6-да оянып, керіліп, созылып жаттығу жасаймын, шпагатқа отырамын, бассейнге де барам. Тізелерім, буын-буыным еш сырқырап ауырған емес, қан айналымымда жақсарды. Спортсыз өмір сүре алмайтын сияқтымын. Күніне 3-5 сағат айналысамын. Жастарда уақыт тауып салауатты өмір салтын ұстанып жүрсе деймін. Үндістан елшілігі жанынан ашылған осы орталықта Мушхида әжеймен бірге өзге де елорда тұрғындары салауатты өмір салтын серік еткен. Айына 2-ақ мың теңге тұратын йога мен би сабақтарының барын естігенде сене алмай абдырап қалдық. Орталық директорының айтуынша, алда Үндістан әншілерінің концерттермен бірге халықаралық йога күніне орай ұйымдастырылатын шаралар өтпек. Құрылғанына 30 жыл толған орталық екі ел арасындағы мәдени көпір қызметін ары қарай да атқара береді. Ердана Ержанұлы, Наурызбай Құрманғазы, Ғалымжан Абдулахат, 24 KZ үшін.